Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? 9-шы серияны көп күтіп қалған шығарсыздар, Негізі бастаймыз деп, болды деп жігіттер кеткен. Сонымен біз қымыз ішіп демаламыз деді екеу. Сонымен таппай қалдық қой. Бүгін бітіріп отырмыз әренше. Өлдіңдер ма? 9-шы серияда да съемка кезде де ішіп жүрдіңдер. Бұны мен негізі реклама қылу керек еді. Башқымыз деген достар, бүкіл Қазақстан, бүкіл түкпір қай жері болсын тапсырыс бере аласыздар. Төмендегі Инстаграм және де телефон нөмірге хабарлассаңыздар болады, жеткізіп береді. Бір ерекше отандық таза башкирский қымыз, 100%, одан кейін халал бол. Бір жақсы жер. Бөлінеді түрлері көп. Ауыр, жеңіл, классика, медовый деген сияқты. Сол, енді, 10-шы серия басталатын кезде қымыз ішем деп жүрмеңдерші. Пультті берші, көрекші тоғызды. Оператор, пультті берші. Мына бөлме шығар. Көректі. Анау, көрші анау емес пе? Қарашы, не істеп жүрміз? Ботам жан, сен көрмегелі қанша болды? Өзің ғой жоқ болып кеткен, хабарласып тұрсаң болады ғой. Ой, мен де сол жұмыс қой, қол тимейді. Әйтпесем саған күніге хабарласуға дайынмын ғой. Жаным, барлық жерлерің сүйгім келе жүр. Жаным. Ау, тәте, не болды? Ассалаумағалейкум, әмір. Мен жаңа азанмен нервім шығып шатасып. Сендер не істеп жүрсіңдер? Сізде қарыз ақшамыз бар еді, әміршін, соны алсақ па деп. Түсірмедей ме қабық? Или мына видеоны жан-жаққа тарқатсақ па деген зымиян ой келіп отыр. Жоқтағым. Алыңдар, жігіттер. Мынау мампар деген сорпа күн суықта зор болады. Ал алдың сендер келіп жүрген кафе бар ғой, соны сатып жібердім. Жүрмет, мына кафені жаңадан алдым, Дабанжи деген кафе. Первый ғана сорпаны ұрбаңыздар, қазір второй келіп қалады. Второй келіп жатыр екен өзі. Келіңдерсіздер. Это, малой, ана жерге перделеміз деп атып, неше метр екенін өлшеп жіберіңдерші үшін. Әмірші действительно құлдырап кетіпше, официанттарына дейін майырланып кетті ғой. 6 екен. 6 болса онда 3 метр ғой. Бол, бауырым, бара беріңдер. Өздерінде құрып жіберіңдер, барып ана жаққа бір пиала тамақ ішіп алыңдар. Күн суықта ыстық сорпа зор болады. Ұрыңыздар. Не ғой? Не ол? Виски, кола, қымыз, фанта? Жоқ, менің клубника шоколад жегім келіп отыр. Бөле? Есеріп кетті ғой. Клубника шоколадсын несі? Қақтын алам оңғас? Қазір на видеоны тиктокқа салып жіберем, рекке шығып кетеді. Малыңды шығарам бекерге. Болды, аман көке. Алдырамыз. Клубника шоколад алдырам қазір. Одан кейін жігіттерді алып ішіп жеп отырыңдар. Өткендегі видеоны өшіріс таяқ, бәріміз еркекпіз ғой, түсінесіңдер ғой. Қош, сенің еркек екенің енді есіңе түсті ма? Өткенде басқаша сөйлеп жатқан сияқты едің ғой? Енді жігіттер. Короче, видеоны өшіреміз. 2 шарт бар. Шарт? Не шарт ол? Жігіттер, может басқа нәрсе ойланып көресіңдер. Амантай, ана видеоны салшы тиктокқа. Ой, дайын тұр, бір күн өкін басам, қара. Жалмана көрдің ба мұнаны? Болды, қоятыр. Аса ұлы мәртебелім, сізге осы уақытқа шейін жасаған опасыздығымды кешіріп, қолыңызды 3 рет сүюге рұқсат етіңіз. Рұқсатын бердім, жуылмаған тем более. 1, Жуылмаған. 2, 3. Ұлы мәртебелім, кешіріңіз, енді қайталанбайды. Жарайды, боссың. Жігіттер болды ғой, жаңа видеоны өшіресіңдер енді, удалитесіңдер. Жоқ, бөле. Екінші шартымыз бар ғой біздің әлі. Не ол? Мына кафеңді маған бересің. Ана жақта кафеңді бермегесін. Өзім істетем мына жерде. Жақсы саған берем. Енді бұл сразу айтайын, 3 айын алдын ала төлемеймін. Жарайды, жақсы, болды. Сосын закупқа 1 миллион теңге бересің. 1 миллион, болды, жақсы келістік. Жоқ, 1 миллион емес, 1,5 береді екенсің, продукты қымбаттап кеткен. Мал, жақсы келістік. Сосын жаңаға... Бөле, болды? Бір құнықсаң жаман екенсің сен.
Болмады демейінше ставканы көтере берейін деп тұрсың ғой? Ол да қазір соқ болайық деп отырмын енді. Мен клубника шоколад дайын шығар, не болды? жігіттер, сол клубник шоколад важный ма негізі? Жоқ мына ампуштың шығарып алып жүргені ғой. Оны бермей-ақ қойсаң да болады. Бұған да билік берсең есіріп кетті ғой. Охранниктер ұқсап. Не болды? Мен айтсам, бір бәле айтсам болды. Болмайды, қоя бер. Мен айтқан болмау керек па? Қойшы, Амантай, не қыласың болмайтын нәрсен? Қатындар жейтін нәрсе ғой. Аға, мен тұлпар мінуге дайын ба? Әрине дайын, кел. Қыз дайын болса біз дайын деп тұр ғой, кел. Аға, шынымды айтсам, кішкене қорқып тұрмын, құлап қалсам ше. Ол қорықпа. Бұл тұлпар деген қорыққанды сезет. Кел, мына алдына кеш. Сен бірінші бұлмен танысып ал. Маңайын сипа. Мына шаштарын, мына жалдарын жақсылап тара міне. Бұл да бір кәдімгі адамды сөзсіз түсінетін жануардың бірі, міне жылқы деген. Қорыққанды сезет. Сондықтан да әдемілеп жақсылап танысып ал. Ал кел, мен сені мінгізіп жіберейін. Кеттік. Мынау үзеңгі дейді бұны. Бірінші сол аяқты сал. Сол аяқпен. Сол аяғын сал, ерден ұста. Құп деп секіріп мінесің, Құдай қаласа болашақта. Жақсылап отырдың ба? Иә. Биік па? Биік екен. Биік. Көрдің ба? Жылқыдан биік нәрсе бар ма? Арамақ. Сосын кейін мынаусын ұста. Жүгенін ұста. Сосын қатты да тартпа, бос та ұстап қойма, Жарайды аға. Ұста. Сосын кейін қорықпай, тырыспай отыр. Жылқы деген қорыққан сезет деп айттым ғой жаңа. Көрдің бе? Кәдімгі өзіңнің бұрыннан мініп жүрген жылқың сияқты әдемілеп мініп жүре бер. Не болды екен кісі болып? Сендерге орын алу керек, менге орын алмау керек па не жүде? Енді өзің ғой болмайтын нәрсе айтып отырсың ғой. Клубников шоколад жеймін деген не бәле ол? Что-то ампуш соңғы кезде сенен қорқайын дедің. Опасный тірліктер істеп жүрсің. Гинекологқа бір тексерілесің ау? Өзінде отырың ғой, детский понятие, сүймей деп. Не маған қатылып қалдың? Что-тан бөле не қылдың? Ақшаны алдым бөле. Енді бізге кафені бастау керек. Әдемі ғой. Айттым ғой жігіттер. Біздің де басқа қарғат шығар. Әп сәтте байып шыға келдік. Иә, бірақ бөле сәл тыныш тұра тұруың керек еді. Кеше бір 3-4 миллион сындырып алатын жеретші. Қатыннан бәледе қорқатын адам ғой, ақша беретін еді. Бізден де қанша ақша алды ғой. Сол екі-үшесі шығарып алу керек еді. Жұрт жаман болды екенде бәріміз жаман болуымыз керек па? Бұл қоғамға мен сияқты жақсы адамдар да керек шығар. Тек ақшаны ойлай бермей, адамгершілікті де ойлап қойық, жігіттер. Оны жақсы ата болды, тиктокқа кететін, Жақсы айтты ма? Қойшы бөле. Мамашкалардың статусында тұратын видеолар жасап жібереді. Міне. Кел. Жүген маған бер. Байқаппыз. Бісмілі. Әдемі. Күшті болды аға. Рахмет. Әрине күшті болады. Аттың үстінде жүрген күшті болмай, не күшті болады енді? Ертең де келсем болады ма аға? Ертең дейсің ба? Ертең мен өзім боламайын деп тұрмын. Ертең анау ауылға кетем, көкпардың аттарын атып қойым керек. Бірақ атқа мінгізіп үйрететін жігіттер бар. Соларды дайындап кетейін. Бола ма? Шын ба? Жақсы болар еді. Ертең сен келгеннен кейін, атқа мініп болғаннан кейін үйіңе қайтпай-ақ қой, жарай ма? Ата-анаңа өзім айтам, жеңшең қасында қалшы. Ертең мен үйде болмаймын, қасында серік болып жеңген екеуің, Жарайды аға, келем ғой. Болды. Құдай қаласа күніге келіп тұр міне. Арнайлап атқа мінгізетін жігіттер бар. Өзі үйретеді, жарай ма? Болды, жаурап қалдың, ішке кір енді. Так, малой, сен барға барда менюдің бәрін жаттап ал, мақма? Болды. Ертең адамдар келген кезде мыңқылдап тұрыс болмасын. Окей. Сен анау столдардың бәрі шашылып жатыр ғой, соның бәрін реттеп қойшы, қонақтар нет болмасын. Бөле, менде бір идея болып тұр ше. Барды жарысынан кесіп тастасам ба деп тұрмын. Жайша? Малойды барға қойын деген ғой, бой кішкенде жетпей жатыр ғой. Оны енді малойға бола, оны кесіп тастамай бір сәл ұзындау дейін дұрыс бір бармен аласыз? Жоқ ол, просто экономичный да, бірақ билай тамақ жеді ғой. Құдай қаласа кафені алып ба бүгіннен бастап? Бүгін алдым, бірақ ертеңнен бастаймын ғой, Құдай қаласа. Келе беретін жерім, Құдай қаласа? Қайда? Кафеге да? Не үшін? Сол баяғыдай повар болып. Жоқ, Амантай, маған ет ұрлайтын повар керек емес. Ойбай, осы кафені қайтару үшін қаншама еңбек етті, тер кетті қаншама. Ыстықты да суықты да бірге көрдік қой. Мен тастап кетпекшін ба? Айтса қуатшан сен де бір бәле деп. Мен вообще жұмысқа алмақ түгілі
сені клиент қылып та жолатпайтын едім кафеме. Сен Амантай опасный адамсың, шыны керек. Қойыңдар ше. Адам қаншама еңбек етті. Еңбегін жоққа санап. Бөле, что-там өзіңде кафеге желание бар ма жұмыс істеуге? Кафеде істей алмаймын ғой мен бөле. Көрдім қалдым. Одан қайта біз осы Аман екеуміз ана вызып тұрып жүре берейік ары бері. Дұрыс па Аман? Болды. Не ғой бөле? Өзіңе армаңда бір телефоныңды уәде еткендей беріп қояйын. Машалла, жеттім ау осы күнге. Енді новый болмаса да, әйтеуір бушіне ұстауға болады. Гаранттан алдым мен. Рахмет сонда да. Ары қарай жұмысты өздерің істеймін десеңдер, істей беріңдер. Әйтеуір мен өзім кафемді қайтадан абалдым, құдай қаласа. Сен номерін тіркеп қоям, вызпен шыға бересің, таксимен амалай бересіңдер да. Егер көмек керек болса, арасында барып тұрмын ғой. Болды. Тамаша ғой. Алло. Ертеңге анау атқа мінгізіп үйрететін адам болса сөйлесіп берші, иә? Бірақ соны бүгін жолығып сөйлесіп алуымыз керек та біз. Қалай болатынын, алдын ала. Сосын кейін анау қораны тазалату керек, свет жүргізу керек. Иә. Сондай жігіттерің бар ма? Болды, болса жіберсей? Иә, өзім неде болам, фазендада болам. Күтіп ап сөйлесем. Давай, жақсы. Алло, Алло, бұл кім? Жібек, мен ғой Қуатжан. Ана алдын сен ана сілімтіктен құтқарғанше, құтқарушы періште. Кім? Қуатжан? Иә, не болды? Жоқ болып кеттің ғой, сол жағдай білейін деп не істеп жатсың? Қолым бос емес еді. Сосын рахмет айттым ғой. Или ақша беруім керек па? Соған звондап жатсыз ба? Жоқ ой Жібек, ондай ештеңе керек емес. Жағдайың білейін дегенім жақсы болса болды онда. Жақсы. Пока. Океан, нема болды, океан. Сама сен кейін кіретін тесік таппай қалдың ма? Маған сымып қалды, ойбай, мен десе өледі ол деп атқаның кәді, океан. Негіз мен десе өліп тұр ол. Просто бірден сөйлесіп кетуге ұялып жатыр да. Ошы мойындағың келмей ма? Сенің қай жеріңе қызығады, океан. Пожалуйста. Сразу өзі звондап жатыр. Айттым ғой, бірден сөйлесуге ұялып жатыр. Мына, громкий қойшы қазір. Алло, Жібекжан? Сосын, маған енді звондамаңыз. Ұят болады. Өле салып. Боғыңмен жасы кішкентай қыздан сөзесіп, өле сай, океан. Амра бені, қой болды. Езің жей алмай қаласың қазір. Қойшы бір бәле осындай, амбравеме, ампош бір бәле деп, өмір мойындағың келмейді ғой жүні, мен әккен әлі. Кім бар өй? Жетпіс алтыларың сықырын-сықырсай, мошқан жыр. Көгейт еді олады, көгейт. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Вызпен келіп едік, Қуатжан болады. Амандай. Салтанат. Салтанат? Салтанат емшегінен балтамат дейтін бар еді баяғыда. Кешіңіз аузыма шығып кетті. Әр нәрсені бір айда бермесіңдерші. Жұмыспен келсеңдер, былай жігіттер, мына қораны көріп тұрсыңдар, шашылып жатыр, жайрап жатыр. Сосын кейін ішіне свет жүргізу керек. Тоқтарту керек та, былай айтқанда. Сол қанша болады бағасы? 10 мың ғой. 10 ағың ба? Новый 10 мың берсеңіз, 10 мыңнан да, әбет осы жерден, одан кейін жаңағы, бірақ ертеңнен бастаймыз ше, бүгін. Қазір заказым бар, келдім қазір, хабарласам. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Жігіттер, ассалаумалейкум. Атбегі керек деген екенсіз аға. Қаладағы ең үздік атбегі мен. Есімім Құлахмет. Тугіске атбегі десеңіз біздің үйге барады. Қалада талай қыздар үйреткем атқа. Кімді үйрету керек? Ат үйрету керек па, не істеу керек? Мен қарындасым ғой. Болды аға, есіміңіз кім? Салтанат. Салтанат. Емшегінен балтамат деп қоясың көрінші. Айтып қойдым жаңа мен.
сәл ертерек келуің керек екен де. Болды аға. Не істеу? 20 мың болады айтпақшы, сразу айтып қояйын. 20 мың ба? Я новый 20 мыңдық бар ма? Бар ғой. Күніге түстен кейін үйретесің бірақ. Түстен кейін қолы боста. Міне. Болды аға. Болады жер. Қарындасыңызда бір аптада кентаврға шығарам. Мен талай қыз үйреткем ғой. Қазір Көкпарда да жүр оғыздар кәдімгі, аттың құлағында деп. Рахымжан, мен парламын жүр, біреу Жанар сен парламын жүр. Болды онда. Жаңа жұмыстарыңа кірсіңдер, мен саған атты көрсетейін қандай атқа мінгізетінін. Рабочий жігіттер ма? Я, нені светті дұрыстап тартыңдар шешін. Өшет болады. Қанша ат бар бұл жерде? Мая. 20 мыңнан дейсем аппыз ғой. Звондап жатыр. Ау бөле. Кешір достар, қалайсыздар? Әйтеуір осы біздің киноны барынша үзбей кәдімгідей келесі серия қашан деп сұрап жатады, комментарий жазып жатады, лайк басып жатады, тұрақты көрермендер кәдімгідей. Ризамыз, рахмет. Кішкене өсіп келеміз сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Мен кішкене енді осы киноның идея авторы осы Асыл деген досым, КВН бірге ойнаған, бір нанды бөлісіп жеген, Жайдарманды бірге ойнаған досым. Жақында бір жаңа жоба жасаған, үлкен кино. Киноның аты Әншімін деме. Басты рөлде Қуандық ағамыз ойнаған, Шәкіржан. Үшін белгілі бір себептермен кинотеатрға шықпай қалды. Енді ойға да шығу оңай емес негізі. Соқы жетпей қалды. Енді сәл қиындау жағдайда тұр досым. Бұл Каспий Голдыда бәрі сәл қиындау болып жабық қазір. Сондықтан да 555 теңге мына менің өзімнің жеке номеріме саласыз, WhatsApp-қа чек жібересіз. Сол чек сізге чек келген соң біз киноның ссылкасын жіберетін боламыз. Кішкене досымды қолдап жіберсек бәріміз. Құрметті достар, баршаларыңыздан қолдау күтеміз. 555 теңгеге бір күн горилла ішпесеңіздер, бір жігіт тығырықтан шығып кетейін деп тұр, әуелі алла. Көріп отқан баршаңыздың мүмкіндіктеріңіз бар деп ойлаймын. 555 теңге Қуатжан номеріне жіберіп, WhatsApp-қа жіберсеңіз, киноның ссылкасын жібереміз. Және 31 желтоқсанға дейін осы кино көргендердің арасынан 10 адамға тайный Санта по вызову жасырын сыйлығымыз бар. Әуелі алла, баршаларыңызға рахмет, қолдау күтеміз. Бөле. Анау Асыл бар ғой, кафенің егесі. Мына адреске үшеумізді срочно шақырып отыр ғой, не істейміз, барамыз ба? Қуасың ба, не істейміз барып? Балдар жинап ұрып жіберсе ше? Ішлейді, ұрып жібермейтін шығар енді. Тамаққа шақырайын деп отқан жүр мүмкін, қайдан білесің? Онда барайық. Бөле, ақшаны түгел берді ма? Ақшаны түгел алдым. Еще кафені доғырға отырып алған соң, қандай қылып? Онда неден қорқамыз? Онда барып, әңгімесін тыңдап көрейік, не дейтінін. Давай, кет. Кет, әзі. Точно осы жер ме? Ешкім жоқ қана жерде? Анау келе жатыр ой деймін. Қап-қара әдемі болып келіп отыр ғой, Зор көріне деген, көп келік болса. Ебайтыналар біз точно тамаққа шақырды ма? Ертең үшеуміздің асымызға шақырып тұрмасын, налар. Шың, кел бері. Мынау қайтадан құтырып бастады ғой? Мен қорқып қалады деп ойладыңдар ма, сүмеліктер? Полный косяк сендерге. Қабақ, телефонды алып ке бере. Клубника шоколаде, блядь. Мага? Братан? Жігіттер? Қоя тұршы.
Ой, орка. Уш, Степа. Бокс. Бәрің жүрсіңдер ғой. Кімден алар? Түрмеде бірге отырғанбыз ғой. Братан, кешірші, талмай қалдым. Скоро байып кетесің ал. Че там, жүрсіңдер? Иә, мына біреу жалдаған ғой тиынға. Енді амал жоқ, братан, күн көріс түсінесің. Болдың да, братан, өзің сөйлесіп шешіп ала бер. Бізді жоқ деп ойласай. Ашок, біздің братан болады. Дальше өздерің сөйлесіп аласыңдар ғой. Болды. Біліп тұра бұл үш. Не істейтін? Кешірші, ұлы мәртебелім! Қуатжан, не өтірек атты сипалап тұрсың? Кешеден бірге істеп тастайды да я. Қазір ампыш 2000. На жануар бөлек екен де. Саламатсыз ба? Ат үйрететінсіз ба? Ат үйрететінсіз ба? А? Ат үйрететінсіз ба? Ампыш, 5 минут. Жануарлар көбейді. Ой, жануардың есі кеп қалды. Үйрет десеңіз, үйрете берем ма? Есіміңіз кім? Қуаныш. Ағаңыз Салтанат. Иә. Семейный атқа отыра алмайды екенсіздер де, А? Жоқ ештеңе, келіңіз, отырғызып жіберейін. Ой, атқа талай міндік қой кезінде. Мынаған келесізді, мынаған аяғыңыз тығасыз. Қаяға тығып атсың, қаяға тығып атсың? Ояғына мінгізбейді ғой адам. Өзеңгісін бітсе аяғына мінгізеді ғой. Құрсадарша қолаларын тазыласаңдарша. Қандас кемне, білмейді тупой ғой бұлар. Қарасай бұны. Ағасы маған тапсырған ғой бұл қызды. Өзім қамқор болып, өзім үйретем ғой. Кел жан. Мені мінемейді бұл қора таза орнаған адамдар бұлар. Атың кімсің? Қуаныш. Қуаныш. Ағаң аты жан кім еді? Салтанат. Вообще үйдегілермен атқа жоқ өкесіздер. Айтып қойдым оны. Не айтып қойдым? Құрсая не хабар? Емнеп тұрсың? Көтір. Жүр қаныз, екеуміз әлде? Жүр, былай қара. Жібері. Ұрлақшың ба? Не істемекшін ал? Не істемекшін ал? Камера нердің бар. Сотты алып кетесің, білесің ба? Жүрмесің. Салтанат, ағаң шақыршы. Полиция қалдан емес. Не істемекшін? Қарындас, мен үйрете алмаймын сізді. Сізде бәрі дұрыс па? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Мен ат теуіп ал, іште бір. Айуан ат бар екен. Накс үйретеді сізді. Палуан болған екен ғой кезінде. Сондай ма? Үйрете бересіз ғой. Емделейін братан мен. Болды ғой. Ауырып тұрсаң қайтсе бар. Айуан ат екен, теуіп ал. Біз енді ары бері жүріп әлі атқа отырып үйренеміз. Науда тебеді. Дегендей. Ай бөш. Ал қуанышыңа орай. Өзім үйрететін болдым.
Böyle үйленем ойым. Кімге? Жібекке ма? Жоқ ей. Қашан да байласып кеттім. Новый табылды ғой. Сен қыз көрсең ғашық бола береді екенсің, е? Ол сені ұната ма, ұнатпай ма, қызықтырмай ма сені? Осы жол точно. Мен десе өліп тұр ана қыз. Өткені ана жібектерде өйстіп айтқан жоқсың ба? Ойбай, құлап атыр маған, ауырып қалды маған, сынып тұр деп. Амантай, осы жерден тоқтатпасаң әңгімеңді қазір. Ертең обедте точно палау жейміз. Бөле, үйленетін болсам, ақша таба аламыз ба? Бөле, сен үйленетін болсаң, табамыз. Керек болса, гелик сатамыз ғой, Бөле. Бетон ба? Бетон. Бетонна мешалка, е? Смело. Қуаныш, осы сенің жігітің бар ма? Жоқ. Неге сұрадыңыз? Жай интерес қой. Әңгіме болсын деп. Енді оқу бітіргесің. Неге тұрмысқа шықпасқа деймін да, арқа-жарқа болып. Жоқ, маған әлі ерте сияқты. Мен қалаған, мен ағам рұқсат етпейді. Ағаң не қатысы бар? Әке-шешең батасын берсе болды емес пе? Атанам қайтыс болған. Мені өсірген де, жеткізген де ағам, есімін де ағам қойған. Өзінің атына ренжіп, на принцип қойған сияқты ғой, е? Ау? Жоқ, ештеңе. Енді ағаң енді шли жігітті де таңдап бермейтін жер енді. Таңдап беретін сияқты. Ағама шабондоз, көкпаршы жігіттер ұнайды. Көкпар? Иә. Осы жақында сен ағаң көкпар ұйымдастырып отыр, е? Иә. Неге сұрадыңыз? Досым, қандай көкпар? Сені көкпаршы дегенге сенбейді олар. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Түр бермеу керек болды. Ағасының көзіне идеальный жігіт болып көріну керек болып тұр. Ағасы не қыласың? Қыз ұнатса болды емес пе сені? В общем, аға шеше деген. Хош. Амантай, қазір сен менің бүкіл жасаған тірлігімді мақтап, мәртебемді көтеріп тұр. В общем, барынша келтіресің ғой. Сол үшін ертіп шықтым сен. Досым, саған көмексіз, енді кімге көмексізмеш? Бір ауыз сөзің ғой, досым. Ей жаным, амбош, қорылдайтын болмаса, сәл туалетте ұзақ отыратын болмаса, сосын тамақты көп жейтінің болмаса, сәл қорқақтығың болмаса, негізі алтын жігітсің ғой. Сәл деп маған қатысы жоқ сөзін бәрін айтып шықтың ғой. Мен емес, басқа біреу жатқан жақта ғой, шын ана сөздің. Ой, негізі алтынсың деймін. Досты, негізі қыз сені ұната ма? Осының бәрі әтеуір бос әурешілік болып қалмасын, досым? Конечно, ұнатады. Просто ол ағасынан аса алмай тұр. Аман, давно уже көкпар шауып жүрген балдар ғой, екеуі де. Екі жаққа итеріп жібердім да, серкені тақымға қыстым да, шаптым ары қарай. Қандай серке, не айтып кеттіңіз, түсінбедім. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сәке қалайсыз? Жақсы, қалай өзің келдіңдер ма, аман есен ба? Көкпарда болғанбыз ғой, жаңа соны әңгіме қылып тұрғанбыз. Ей, сен көкпардадасың ба? Братан, көкпардың нөмір один қазір Қуатжан осы ғой, ауылдың мақтанышы ғой. Тек барған жерден бірінші орын алады. Одан кейін анау бар еді ғой. Нет, жерде жататын же? Серге ма? Жерде жатады. Соның бұтының арасына қыстырып алады да барып тастай береді. Палуан ғой кез. Болды, Амантай. Шли бұнда мақтау керек емес. Жарайсың. Маған өзің сияқты мынау көкпарды мықтататын жігіттер ұнайды. Көкпарды мықты жігіттер тартады. Молодец, жарайсың. Мен ондайын білмейді екенмін сенің. Сосын Қалайсыздар? Мына қарындасым. Кешіктің ғой, Қуаныш. Біз жаңа көкпардың қызықтарын айтып әңгімелесіп жатқанбыз ғой. Мына Қуатжан деген жігіт, мен білмейді екенмін. Көкпарда деген мықты палуан екен ғой. Мен өзім естімеппін. Сен онда анау садақты да жақсы ататын шығарсың? Атады, братан. Бұл садақ атқанда, ана жұмын қанды да бар ғой, анау. Соның шетке тұрады деп таңғалап тұрады, темекшіге братан. Ой, жұмыңтың шетке шық. Братан. Бірақ мен де жаман атпаймын садақты. Бірақ шілей менен қаптатпайтын жер деп тұрмын енді.
Ой, братан, мықты деймін, братан. Атқан кезде точкаға тигізеді. Дік. Одан кейін көзін сүлгімен орап алады да, ондыққа тигізеді. Пақ. Мықты, братан. Амантай көтіңді Аға? қыз. Онда садағат жарыс көрсеңіздер, қызық болсын. Міне табылған ақыл. Ей, іспен дәлелді жүр. Жүр, Жүр маяқта, мен де жаман атпаймын. Өзім садақ ататын жерім бар, жүр. Алтыға тиіп қалған қараша. Негізі. Амбуш, сені бекер ертіп келдім. Садақ атып көрмеген ойым. Несі қиын он? Ана домалақтың ортасында тигізе бересің болды ғой. Оқым білә, сондай ма? Сол жерін білмей тұрам оны. Сонды да білмейсің ба? Кәз, садақ атқанда оқтарым тимесе, сені қойып атам. Түсіндің ба? Досым, енді бір бәле қылып амалдап көр енді. Бағың сына, досым. Көрінетін жерім. Сәке бола ма? Болды ма? Көрейік мықтылығын жігіттің. Не болды екеуің бір? Олимпиададан жеңген адам сол қуандыңдар ғой. Екі оқ бар әлі. Ма? Екеуін қалай тигізем? Тигізесің, көрсе, досым. Жаман емес. Жақсы. Ер кезегі үшке шейін деп көр. Оқтарыңыз көп екен де, е? Иә. Сен келеді деп түгелдеп қойған ғой. Дегендей болғы хорошы. Көрдіңіз ба, братан? Мықты. Жарайсың. Братан, бұл ничо. Бұл адамның төбесіне алма қойып, соған дәлдеп атады, братан. Амбуш. Онда алма қойып көрейік. Қалай қарайсыздар? Көргенде, братан, не да? Алма жоқ болып тұр да? Алма бар менде. Қарындасың дайын жүреді ғой. Осылардың алмасы дайын жүреді екен де. Осындай кезде. Ол? Алма бар ғой, бірақ астында тұратын адам жоқ та оның. Жо, қазір атпайды ол. Атамай да қалған жер қазір. Бұрын ол. Бұрын атқан ғой. Жоқ, атпайды. Я Алла, өзіңе үміт бер, я Раббым Алла. Ағайындар, жотам, біздің еліктің ойына қатысып атсыздар ма? Азғандай күндер стопты бастаймыз, ағайын. Сіздерден қолдау күтеміз. Айт. Бұл ойынға қатысу үшін небәрі 1000 теңгемен бір билет аласыз. 5000 теңгеге 10 билет, 10.000 теңгеге 20 билет. 8-700-091-0106 номеріне тиындарыңызды саласыздар. Астына сообщение получательге өзіңіздің телефон номеріңізді қалдыруды ұмытпаймыз, достар. Ал барлықтарыңызға сәттілік, жаңа жылда жаңа көлікпен үйіңізде, Құдай қаласа, қуанышта біргеміз.